өзгеге қарағанда, өзге мектептерге қарағанда осы гимназияда оқып жатқан балдар тереңірек ойлауға, тереңірек білуге ынталанып, ықыластанып, соған ұмтылу керек деп ойлаймын. Исатай туралы сөз қозғадық. Ал жақсы, сіздер осы мектепте оқып жатырсыздар. Рухани жаңғыру кабинеті, Исатай Тайманұлының мұражайы. Енді Исатай Тайманұлының қасында сенің серігі Махамбет Өтемісұлы бір өлеңінде айтады: "Ау қызғыш құс, қанатын қақты, мойның бос." Солай ғой. Исатайдан айырылып жалғыздықпен болдым дос. Көрдіңіз бе? Исатайдың бір өлең, оның өмірінде бір өлең қалай соңды? Және бір сөзінде айтады: мен едім деген өлең кім біледі? Айта қойшы өзі. Рүстем ғой, жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан көредім, Исатайдан айырылып. Исатайдың барында екі тарлан көредім, қай қазақтан кебедім? Қай қазақтан кебедім, бір қазақпен теңедім. Өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің атандай дауысын ақыртып, лауазымын көкке шақыртып, лауазымын көкке шаңыртып, басын кескен ер едім. Басын кессем деп едім. Қар деген, қар. Мен сені жасап алам қарданға деп айтады ғой. Білесіздер ғой? Кім айтады соны? Калифорния айтады. Сосын анада бір өлең бар: неге бәрі мұз дейді. Кім айтады? 91 айтады. Сосын ақ көйлек киген, көк көйлек киген деп бір өлең бар. Жақсы. Біздің гимніміздің авторы. Әмші қалдай музыкасы жазды. Сөзім. Нұрсұлтан Назарбаев кім жазды? Сосын Нұрсұлтан Назарбаев өзгеріс енгізді. Дұрыс, көрдіңіз бе? Біз ана әндерді қалай білсек, өзіміздің мемлекеттік гимніміздің авторы білуіміз керек. Енді мынандай. Кім өзін патриотпын деп санайды осы жерде? Кім? Жігіттерден кім бар? Жігіттерден Әлия Молдағұлованың енді сіңілдерінің бәрі батыр екенін білем қопта да. Жігіттерден кім бар? Мен өзімді батырмын деп санайды. Патриотпын. Келе қойшы. Сосын кім? Екі бала дейді. Кел. Мынау бізде мемлекеттік ту. Мемлекеттік ту. Осыны екеуіңіз ұстаныңыздар. Ана жаққа қараймыз батыр. Енді осы біздің мемлекеттік туымыздың авторы кім? Тота Уәлиханов емес, ол елтаңбаның. Жандарбек Мәрбек емес, Шәкен Ниязбек. Шәкен Ниязбек, көрдіңіздер ме? Біздің патриоттығымыз мемлекеттік рәміздерге деген құрметімізден басталады. Тота Уәлиханов, Жандарбек Мәрбек, ол біздің елтаңбамыздың авторы. Солай ғой? Елтаңбамыздың авторы. Ал енді кезінде осы құтты ұстап жүретіндер кім болған? Батырлар болған. Оны қара жаяу кез келген адам ұстатпаған. Көрдіңіздер ме? Туды ұстаудың өзі бұл үлкен жауапкершілік болған. Кезінде өздеріңіз білесіздер, 1945 жылы 30 сәуірде Рейхстагқа кім ту тікті? Ол сол себебі өздеріңіздер ме? 15 одақтас кеңес одағының ішінен қазақ шығып туды Рейхстагқа 7 сағат еңбектеп жүрді. 7 сағат еңбектеп жүрді. Бауыржан Момышұлын білесіздер ме? Бауыржан Момышұлы айтқан: менен де мықты батыр бар дейді. Менен де мықты батыр бар. Ол Рахымжан Қошқарбай. Рахымжан Қошқарбай Рейхстагқа ту тіккен қазақ. Әрбір істе ата-ананың жауапкершілігі бар, баланың жауапкершілігі бар. Жауапкершілік деген ол үлкен міндет. Біз осы жауапкершілік дегенді ұмытпасақ, сабақта да, спортта да, мәдениетте де, білімде де, ғылымда да, басқа салада да, қай салада болмасын, біз үздік болып шығамыз. Үздік болып шыққаннан кейін сіздер сол елдің атын танытасыздар. Жаңа заманның патриоттары деген кім? Жаңа заманның патриоттары деген өзіне берілген мүмкіндікті толық жүзеге асырып, өзінің ісіне құрметпен қарайды. Әркім бірінші өзінің жеке атқарып жүрген ісіне құрметпен қараса, оның нәтижесі де жаман болады. Жақсы, патриоттық деп айтып қалдық. Патриоттық деп айтып қалдық. Енді патриоттыққа қатысты бір мәселе айтып. Біз
қобдалықтарымыз осы отырған. Батырлар мекені, шежірелі өлке, аңыздар мен батырлар шыққан қасиетті топырақта біз жер басып ауа жұтып жүрміз. Ол кез келгеннің басына бұйыра бермейтін бақ түсіне білген адамға. Неге? Өйткені Қазақстанда бір аудан жоқ, 8 бірдей кеңес одағының батыры шықты. Білесіздер ме? Тарихтан көбісін айтып отырсыздар, бар ма ондай? 8 бірдей батыр шыққан аудан бар ма? Облыс демей қойын, облыс жетеді ғой. Кеңес одағының батыры. Сондай аудан бар ма? Жоқ. Сондықтан біз осыны ұмытпауымыз керек. Енді мынандай нәрсе. 8 кеңес одағының батыры деп білесіздер? Әлия Молдағұлова, Иманғали Білтабанов, және кімдер бар? Петковский, Абдулла Жанзаров, Абдулла, Николай Терещенко. Білесіздер. Бірақ өкінішке орай қазір осы жерге кез келген біреуіңізді тұрғызып, сіздер ұялтайын деп тұрған жоқ. Кез келген біреуіңізді тұрғызып, осы 8-ін тізіп айтып берші десек, 6-ауын айтарсыз, 7-ауын айтарсыз, осы 8-ші кез келген айтарсыз. Сондықтан біз осыны жаттауымыз керек. Бірінші. 4 социалистік еңбек ері шықты бізден. Қобдадан. Көрдіңіз бе, біздің қобданың өзінің тарихы қандай тереңде жатыр. Соның барлығын біз білуіміз керек. Рухани жаңғыру дегеніміз сол. Өзіміздің ұлттық тарихымызды, төл мәдениетімізді, салт дәстүрімізді білуден басталады. Бүгінгі жиыннан әркімнің болса да алғаны санасына келген баршаға керек. Бізге тарихи де керек, құқық мәдениет те керек. Сондықтан соның барлығын қатар алып жүрсек, біз шамалы боламыз. Біріншіден, сіздермен осылай кездесуге бізде ұсынысыңызды қабыл алып мүмкіндік жасап отырған Тасболат сіздің ұжымға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Ол енді қоғамдық іс, қоғамдық мәселе. Енді осы жиыннан сіздердің алғандарыңыз, өздеріңіздің ойларыңызды ғана қалмай, тағы біреу айтып жүрсеңіз, ол да кішкентай да болса жауапты мемлекет құруға теңізге тамған тамшыдай қарлығаштың қанатымен су бүркуге қосқан үлестеріңіз. Ата-аналарыңыз менің ұлым, менің қызым деп мақтанып отырған жағдайға жетсін.